болашақта қандай ұрпақты көргіміз келеді, болмаса мемлекетіміздің азаматтары қандай болғанын біз қалаймыз, және рухани бірегейлігіміз, діни идентификациямыз қандай болады, осы плюрализм деп жүрген, демократия деп жүрген дүниеміздің ішінде қандай нәрселер бізге зиянды болуы мүмкін ертең, ұрпақтың ауызбіршілігін бұзуға қатысты, сол нәрселерді қазірден бастап тежеп, ақырындап сол нәрселерге қадам басуымыз керек деп ойлаймын. Ол үшін жалпы мынау күрес деген дүниенің өзінің қаншалықты салмағы бар, және біз салдарлармен күрес емес, жалпы болашақта оның себептері қандай болуы мүмкін деген дүниеге осы тез ағымен күресте алдыға өтіп кетуіміз керек. Біз қазір өкінішке қарай арттан еріп келе жатырмыз. Ал арттан еріп келе жатқанға байланысты нәтижелер өте баяу. Сол себепті де біз осы бағыттағы жасап жатқан дүниелерімізді қайтадан бір назардан өткізуіміз керек сияқты. Қарапайым бір мысал, мектептерде оқытылып жатқан дінтану және зайырлық негізі деген пәннің өзін біз міндетті компонентке айналдыра алмадық. Оның жаңағы мұғалімдерін дұрыстап бір дайындаудан өткізе алмадық. Оның сағаттарын бір жаңағы дұрыс уақытқа қоя алмадық. Оны бір жауапкершілік таныта алмадық. Қарапайым бір мектептердің өзінде бұл нәрсені жасай алмасақ, бұл жердегі жаңағы негізгі ақпаратты беруші пәндердің өзі лайықты түрде оқытылмайтын болса, онда азаматтардың деструктивті ағымдардың өкілдерімен біз шексіз күресе береміз. Оның уақытын ешкім белгілей алмайды. Сол үшін де жаңағы өзіңіз айтқан сияқты, бұның үдесінен шығу үшін жастардың санасына қазірден бастап иелік етіп, құндылықтармен толтырып қоюымыз керек.